Саламатсыздар ма? Мен әйелдер күресінің U20 жастар құрама командасының аға бапкері Ермаков Әділет. Енді 2023 жылғы нәтиже орташа. 2022 жылы біз үлкен нәтижеге жеткенбіз. Әлем чемпионатында 3 медальмен қайтқанбыз. 2023 жылы бірақ медальсыз қайтып отырмыз. Бірақ жылдың аяғында 23 жастан әлем чемпионатында біздің бір спортшымыз 3-ші орынмен аяқтады. Енді 2024 жылға жоспар бойынша енді 23 жылғы жіберген қателіктерімізді түзеп, жаңа жоспармен, жаңа бағытта 24 жылға дайындаламыз. Біздің басты мақсатымыз Олимпиада ойындарына жолдама алу, одан кейін әлем чемпионатына алтынмен оралу. Осы биыл 24 жылы көп оқу-жаттығу жиынымыз, 4 оқу-жаттығу жиынын қойып отырмыз. Сол жақта жалпы дайындаламыз. Енді басты мақсатымыз қазір сәуір айында өтетін Қазақстан чемпионатында құрама команданы іріктеп алу, одан кейін Азия әлем чемпионатына жақсы дайындықпен бару. Енді бәрі жоспар бойынша дайындықта жүргеніміз ары қарай. Қайтадан жаңа бағытта жұмыс жасау.